Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табудың канал. Достар, егер де арнадан тіркелмесек, тіркеліп, осы видеоға лайк басуды, сонымен қатар комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал мен осы видеомды бастайын. Достар, сіздерге бүгін мен Best Change деп аталатын обменникті көрсететін боламын. Бұл қалай жұмыс жасайды, сонымен қатар не істей аламыз. Қарайтын болсақ, мониторинг обменников Best Change деп тұр. Наш мониторинг обменных пунктов поможет вам быстро обменивать деньги в сети интернет с наименьшими потерями на комиссиях обменников. Чтобы подробнее ознакомиться с нашим сервером, посмотрите обзорный деп тұр. Яғни видео таныстыру арқылы сіздер бұны толықтай біле аласыздар. Сонымен қатар выгодные курсы обмена деп тұр. Ниже в таблице вы найдете информацию о самых лучших курсах обмена по 20 популярных направлениях деп тұр. Яғни популярныйын көру арқылы сіздер онтта көре аласыздар. Бұл жерде қарайтын болсақ, міне обменниктер осындай бар екен. Nightbit, WWPay, Clean Exchange деп аталады. Обменник бізге не үшін қажет? Мысалы, біз интернетте биткоин тапсақ, оны кәдімгі Каспиге немесе басқа да банктерге аудару үшін осы обменник қажет болады. Себебі ол жерде приложениенің немесе сайттың ішінде прямой аударатын нәрсе жоқ болғандықтан біз обменникті қолданамыз. Мысалы, қарайтын болсақ, қазіргі танымал кошелектер міне WebMoney, сонымен қатар Kiwi, Яндекс.Деньги, AdvoCash, Payer деген секілді. Payerден мысалға қарайтын болсақ, міне Visa, MasterCard емес, Каспий банк деген батырманы басып көрсетейін. Қарайтын болсаңыздар, міне отдаете, получаете деп тұр. Получаете 440. Бірақ ат 2-де 27 деп тұр. Яғни өзінің несінен бастап та, рубльнен бастап. Ат 56 рубль, ат 20 рублей деп тұрады. Бұл жерде енді жаңағыдай тексеріп көрейік. Выгодные курсы деп тұр. Курсы енді көрейік. Комиссия сондағы 40 теңге екен. Қайта оралайық. Бұл жерде мен рубль емес долларды айтып жатыр екенмін, сондықтан сәл де болса қателесіп кетіппін. Яғни осылай біз аудара алады екенбіз. Аудару үшін дальнейший біз осыны басамыз, сайттың өзіне кіреді, жаңағыдегі популярные обменники деп тұрады. Бұл жерге кіргеннен кейін үстіп тұрады. Үстіп шығады. Міне отдаете Payer UZT, включая комиссию платежной системы деп тұрады. Получаете Visa, MasterCard, Казахстан деген секілді. Курсы өзі үстіп жазылып тұрады. Бұл жерде сіз номер картаңызды жазуыңыз керек. Сонымен қатар имя как на карте, яғни ағылшынша тілде өзіңіздің аты жөндеріңіз, яғни фамилияңызды жазасыздар. Одан кейін Gmail'ды жазып кету керек болады. Өзіңіздің электронный почтаңыз действительный мына жерде не жазу керек екен? Міне осындай счетты жазасыздар ақшаңыздың. Одан кейін мына жерге өзі жазылып тұрады. Бұл да тура сондай. Калькулятор обмена деп тұр. Сонымен қатар достар басқаларында көрсетейін. Мысалға қарайтын болсақ X-Money, сонымен Royal Cash басқаларына көрсетіп кетейін. Міне минимальный $50 аударады екен. Payerден бірінші деп банкке өзі жазып тұр. Міне осындай конкретнелерін қазір көрсететін боламын. Payer кошелектеріңізде басына жазылып тұрады осындай номер, соларды жазасыз. Одан кейін emailды, номер карта жаңағыдай айтып кеттім. Содағы нені жазасыздар? Фамилия, имяны, название банка, яғни Каспий банк, КЗТ деген секілді купон. Так, бұл купон енді басқа екен. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, например, банк Москвы деп тұрады. Осылай сіздер аудара аласыздар. Одан кейін мына жерде көрейік. Безопасный обменных сервисов деп тұр. Яғни самый надежный сервистердің бірі. Бұл жерде популярный деген жаңағыдай жерден көре аласыздар. Популярный деп. Міне осыны проценттермен де беруге болады. Яғни сәл де болса өзіңіздің ақшаңызды курстан сәл төменірек аударып алу үшін. Бұл жерде кез келген нені аударуымызға болады биржа арқылы. Осыны биржа деп атайды. Бұл жерде өйстіп ақшаны аударып алсаңыздар болады. Сонымен қатар бұл жерде қалай ақша табамыз? Партнерым деген батырманы басамыз.
мына регистрация партнеровых для партнеров деп тұр. Логин, пароль. Бұл жерде обязательно регистрация жасау керек. Партнерский программа мына оқылып тұр. Мониторинг обменников BestChange предлагает вам поучаствовать в партнерской программе по привлечению посетителей, зарегистрирующих в нашей партнерской программе. Вы будете получать до $0.65 за каждого привлеченного клиента на сайт BestChange.ru деп тұр. Жағында көргендіктей 0.65-ті қазір көрсететін боламын. Міне әр тіркелген адамға 0.65-тен, сонда тіркелген дегенде партнерский не болғанда да жағындағыдей ақшаны шығарды деген секілді. 480, сонда әр істеген адамға 300 теңгеден беріп отырады екен. Минимальды бір 10 адамнан болса 3000 теңге қалтаңызда болады. Яғни жаңағыдей шығара аласыздар. Ол үшін ең алдымен сіздер регистрациядан өтулеріңіз қажет. Одан кейін войти деп. Сол өздеріңіздің партнерский ссылкалар сол жерде тұрады жазылып. Соны сіздер копировать етіп, адамдарға таратып, сол условиясын оқып, сіздер осындай $0.65 алып отыра аласыздар. Осыны партнерский программа деп атайды.